сос дабыл көмек сұраймын. Мынау жатқан менің жиенім 8 жастағы. Ол ауырып жатыр, температурасы жаңа 38 болған, енді бүк түсіп жатыр. Білмеймін қазір қандай температурасы. Ұзын сөздің қысқасы, мен шақырдым нені 4-ші емхананың несін, кол орталығын. Олар: здравствуйте, поликлиника 4-я, слушаю, бәленбай, түгленбай. Мен стресста әрине болдым. Сейітқазиновқа 100 рет айтқан болатын, қаншама видеоны салған болатынмын. Оған Байханов беріп берді ме, өзі сондай мәңгүрт отырма, білмеймін. Негізі мен сөйлескен болатын, барлығын істейміз, сөйтеміз, бүйтеміз, әдейі көз бояушылыққа. Енді қазір айтыр солай маған айтады: ИНН-ді беріңіз. Мен айттым: ИНН-ді бере алмаймын, ЖСН, ол ЖСН деп айтыңыз. Мен бірнеше рет қайталадым, ол бірнеше принципиалды түрде айтыңыз, ИНН-ді айтыңыз. Әйтеуір ұзын сөздің қысқасы, бізде бағдарламада тұр ИНН деп, ИНН-ді айтыңыз. Мен айтым: сіз ЖСН деп сұрасаңыз, мен айтам. Осыны бір 5-6 рет қайталаған шығармыз. Айтқан жоқ, трубканы қоя салды. Мен даже қаншық деген сөзге бардым. Мен айтым: Бейсенбайтегі сотқа берулерің мүмкін дедім, бірақ та қазір жедел неме керек, фамилиясын, атын, жөнін айттым. Ол жоқ, ЖСН. Подтекст осындай: не сендер орысшаға көніңдер. Мына Байхановтың, Сейітқазиновтың, мүмкін денсаулық сақтау министрлігінің. Денсаулық керек болса, көшіңдер орыс тіліне көніңдер, не сендер өлесіңдер. Мен мінекей қатты торыққа тіреліп жатырмын. Мен өзім өле салушы едім. Өле салуға даярмын, бірақ та мына қызымның қызы 8 жастағы жаңағы. Мен сіздерден көмек сұраймын. Осыны көргендерің денсаулық сақтау министрлігі депутаттарға барлықтарына жеткізіңіздерші. Кім медицинадан несі бар? Мүмкін температурасы 38 градус, қазір тағы да қойып қойдым, білмеймін неше градус екен. Балам, алшы нені, градусин алшы, неше градус, қарашы. Бүк түсіп, үйде пыстық температура, далада 30, білмеймін, 6-35 градус. Үйде енді бір дәл даладағы сияқты шығар, кондиционерім жоқ менің. Сол, и бала бүк түсіп жатыр. Мінеке 38-ді 7 температурасы. Сосын әйтеуір мен басқармаға звондадым, Сейітқазиновтың басқармасына. Мен айттым: сөйлестік, айтады: мен сізге көмек көрсетейін, сізге қазір келеді, сізге қазір звондайды, сөйтеді, бүйтеді. 15 минут өтті, қазір 20 минутта өтті. Енді мен эфирға шығуға мәжбүрмін. Өйткені ешкім телефонда нетіп алған, ешкім звондаған жоқ, ешкім келген жоқ. Мен қайтадан звондадым. Сол білім сақтау несіне. Айтпақшы, олардың несі, қабылдау бөлмесі, ылғи музыка тұрады. Ешкім оны трубканы алмайды олар. Маған бұғат қойып қойған ба. Енді қазір сөйлескен адам, кадр бөлімнің Айсана деген қызы, типа көмектеспекші болған. Ол да трубканы алмайды. Енді қазір ешкім трубканы алмайды. Мыналар трубканы алмайды. Әйтеуір сен не орыс тіліне көнесің, не сен жиенің бәрттарың өліп қалыңдар. Мінеке осындай масқара болып жатырмыз. Көмек үшін сұраймын. Бүкіл республика, мен сендерден бәрттарын бөлісіңдерші. Көмек сұраймын. Қызым уже 38 болған, енді 38-8. Көмектесіңіздерші. Дәрігерлер, көмектесіңіздерші. Қазақша айтатын адам, қазақша сөйлейтін адам Қазақстан Республикасында өліп қалмасын десеңіздер, соның жиені кішкентай 8 жастағы қыз, ол да менде қазақ тілді. Көмектесіңіздерші, Құдай үшін.